Сәлем достар, бүгін сіздермен карамельді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ұнымызға сары майымызды және разрыхителімізді қосып, осылай ұсақтап аламыз. Қант, жұмыртқа, сұйық май және қаймағымызды қосып, осылай миксерлейтін боламыз. Дайын болған массамызды ұнымызға қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды таза целлофанға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Вареная сгущенкамызға жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып миксерлейміз. %33% сливкимізді қосып, бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Қамырымыздың кішкене бөлігін алып, оны жайып, өзіңізге ұнайтындай етіп, әртүрлі форма жасасаңыздар болады. Мен осылай дөңгелек етіп кесіп алдым. Формамызды майлап, қамырымызды осы видеодағыдай етіп жаямыз. Үстіне дайын начинкамызды құямыз. Жаңағы дөңгелек қамырларымызды қойып шығамыз. Негізі бұлай жасау міндетті емес. Қаласаңыздар, ешқандай әсемдеусіз қалдырсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Тестасы да, ішіндегі начинкасы да өте жұмсақ болып шығатын біздің карамельді пирогымыз дайын.